Сәлем қыздар, бүгін айтта дастарханымызда кем болса болмайтын саңыз жасауды үйренейік. Алдымен кескінім түсіп кетпеу үшін алтатсан жолдап жүрек беріп қос белгіні басып қосып алыңыздар. Қазақша сөйлеген соң текше жағынан қайта түсіріп етіп жатыр. Алдыменен 500 грамм суымызға 5 грамм қажау және жарымтал пиязын салып 10 минут қайнатып алып сүзіп аламыздағы 1 кило ұнға 10 грамм тұз, 2 тал жұмыртқа, 180 грамм тұшыған май құйып араластырып, даярлап алған қажауымыздың суын четінен құйып, ләңменің нанындай жұмсақ етіп әбден иін қандырып илейміз. Сонда жақсы шешектейді. Жарым сағат тындырып, одан бөліктерге бөлеміздағы май жағып және де жарым сағат көтерілуге қоямыз. Нанымыз әбден тынған соң ортасынан ойып, кескіндегідей білтелеп және де 15 минут көтерілуге қоямыз. Одан жіңішке етіп созып, қолымызға бір келкі етіп орап аламыздағы кескіндегідей қызған майымызға салып пісіріп аламыз. Қыздар, егер осы араға дейін көрген болсаңыздар, мені жүрек беріп, қосу белгіні басып қосып алыңыздар және де 5 жұлдыз белгісін басып сақтап алуды ұмытпаңыздар. Одан енді табағымызға күлін шығарып отырып тізіп алсақ болғаны. Қанекей, үйреніп алған болсаңыздар, сынап көріңіздер.